Армысыздар, алдарыңызда HassaK этно-фольклорлық ансамблі. Алғашқы туындымыз бұл жанартау деп аталады. Мына кәдімгі жанартау сияқты шығармашылық адамдарының ішінде де өзінің бір жиналып қалған толғанысы күндердің бір күнде жарылып сыртқа шығады. Сонымен параллель ұстап, яғни жанартау сияқты шығармашылық адамдарының да бір жарылған күн деген сияқты осындай бір мағынада шығарған біздің авторлық туындымыз. Қабыл алыңыздар. Жарайсыңдар жігіттер, қыздар. Бір ет қыздырып алдық. Енді шабамыз қазір. Мына қазіргі таңда ұлы жібек жолы тақырыбы өте өзекті. Барлық әлем осы тақырыпта түрлі жиындар жасап жатыр, фестивальдер ұйымдастырып жатыр. Ұлы жібек жолының бойымен өткен елдер бас қосып, сондықтан сол дәстүрді бізде жалғастырып, өзіміздің бір үлесімізді қосайық деп. Енді біздің келесі орындайтын шығармамыз бұл ұлы жібек жолы деп аталады. Бұл жерде бізде 5 елдің сарындары кездестіруге болады. Ұлы жібек жолының ең алғашқы бастауында бұл Қытайдың Шиян қаласынан, яғни Қытайдың сарындары келеді Қазақстанға соғады, Қазақстаннан Өзбекстанға, Өзбекстаннан Иранға, Ираннан Түркияға кеп аялдайды, тоқтайды. Яғни біздің ұлы жібек жолымыз осы 5 мемлекеттің сарындарынан құралған HassaK ансамблінің авторлық туындысы. Кеттік.
тамаша. Келесі орындайтын шығармамыз Бауыржан Бекмұхамбетов деген өзіміздің әріптесіміз, досымыз. Бауыржанның «Алтыныма» деген күйі бар. Енді біз ол «Алтыныма» деген күйді шығарма деңгейіне дейін көтеріп, әлде де дамытып, оның негізгі кейіпкері Назым деген қыз, сол Назым шығарманың атын Назым деп қойдық. Яғни Бауыржан Бекмұхамбеттің күйі Назым деп айтуға болады. Назымды енді HassaK ансамблінің өңдеуінде қазір тыңдайсыздар.
Бәрекелді. Енді келесі шығарма осы жігіттермен, қыздармен бірге 2016 жылы бейнебаянымен жарық көрген бір шығармамыз бар. Ол әлемге әйгілі Мирас Қадырмұраттың сөзіне жазылған «Аманат» атты туындымыз. Бұл шығарманы ойнасаң міндетті түрде терлейсің. HassaK ансамблінің ең алғашқы авторлық туындысы «Тарту». Қабыл алыңыздар.
Бізбен болғандарыңызға рахмет. Алдарыңызда болған HassaK этно-фольклорлық ансамблі келесі осындай керемет жобаларды